Сәлем, бүгін өте дәмді шоколадты рулет дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды миксермен араластырып, біртіндеп қант құямыз. Осындай әппақ болғанша, кейін үстіне құрғақ ұнтақтарымызды қопсытқыш, ұн және какаоны елегіштен өткізіп, қасықпен араластырамыз. Үстіне жылы сүтіміз бен майымызды құйып, дайындап алғаннан кейін пергаментқа құйып, 180 градуста 10-12 минутта пісіріп аламыз. Қожымызды ыстық күйінде орамалға немесе пергамент қағазына орап қойыңыз. Арналған ең алдымен кілегейіміз міндетті түрде салқындатылған болу қажет. Үстіне сүзбелі ірімшігімізді саламыз. Ол біздің кремімізді тығыз және жақсы ұстау үшін қажет. Барлығын 5 минутта араластырғаннан кейін қант ұнтағын қосып, тағы да 1-2 минуттай араластырасыздар. Көп араластырмаңыз, май ұқсап еріп кетеді. Креміміз дайын. Қалағандар толығымен суығаннан кейін ғана үстіне крем жағыңыздар. Ұнаған жеміс-жидек қоссаңыздар да болады. Орап алыңыздар. Кейін үстін әсемдесеңіз болады. Қалағаныңызша сіздерге ас болсын.